Веном әлі тірі және өзінің досы Эддимен бірге. Эдди супер күштері бар қызбен жүріп қана қоймай, ішінде Веномнан да әлдеқайда күшті симбиот бар маньякты тоқтату керек. Сондықтан бүгін біздің шоуымызда Веном 2 фильмі. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп лайкты бас, тап қазір басып кетші өшім. Оқиға 1996 жылы Калифорниядағы Сент-Эстес түзеу мектебінде басталады. Онда біз Фрэнсис есімді сүйіктісімен бірге қамалған маньяк Клетуспен танысамыз. Фрэнсистің супер күштері бар, ал Клетус Фрэнсистен дәрігердің не айтқанын сұрағанда, қыз мутациялар мен күштердің өсіп жатқанын, сондықтан Фрэнсисті өзі сияқты басқалар бар бөтен жерге алып кете ме екен деп қорқатынын айтады. Фрэнсистің қорқуы орынды еді, өйткені дәл сол сәтте Клетустың ашуланғанына қарамастан бірнеше күзетші қызды алып кетеді. Жолда Фрэнсис дыбысты басқару қабілеті мен күзетшілерге шабуыл жасайды. Бірақ бір күзетші қызды атып үлгереді. Осыдан кейін Фрэнсис ауруханада пайда болып, жаңа үйіне қабылданады. Ал қазіргі уақытта Фрэнсис Рейрлеп деп аталатын қылмыстық есі ауысқандарға арналған больницада қамауда тұрады. Ол жерге кейбір дәрігерлер Фрэнсистің супер күшімен шабуыл жасамау үшін сақтық шараларымен тамақтандыруға келеді. Және дәрігерлер күн сайын қызға газет береді. Фрэнсис газеттен қамауда отырған жігітті Клетустың жаңалықтарынан бақылап отырады. Және Клетустың өлім жазасына кесілетінін немесе кесілмейтіні әлі белгісіз. Сонымен қатар біздің басты кейіпкеріміз Эдди Веном әлі де журналист болып жұмыс істейді. Және біз Клетустың Эддимен сөйлескісі келетінін білеміз. Бұл кездесу қалған мәйіттердің қайда көмілгенін білуге көмектесуі мүмкін болғандықтан, детектив Эддиге түрмеге баруға кеңес береді. Басында Веном детективті жегісі келсе де, Эдди симбиотты дәретханада бақылауға алып, соңында баратынын айтады. Кейінірек Эдди Клетусқа Сан-Квентин түрмесіне барады. Ал ол жерде маньяк бар болғаны өз жанкүйерлеріне хабарлама жібергісі келетінін айтады. Хабарламаның есесіне Клетус өзінің өмір тарихын айтып береді. Өйткені маньяк барлық құпияларын ашпақ. Осылайша Эддидің журналист ретіндегі мансабы қайтадан шыңға шығады. Эдди олмен келіседі, ал Клетус журналистке бірінші бетке шығарғысы келетін фразаны айтады. Ол фразада: «Сол алыстағы собор, менің көретінімнің бәрі, сынық періште, менің екінші жартысым не?» деп айтады. Біз бұл тіркестен ештеңе түсінбесек те, Эдди фразаны газеттің бірінші бетіне шығарады. Осылайша Клетустың сүйіктісі Фрэнсис мақаланы оқиды. Айтпақшы, кетпес бұрын Веном Эддиге қабырғадағы Клетустың суреттерін қарауды айтады. Біздің басты кейіпкеріміз де түк түсінбей ақырында кетіп қалады. Мисыз ғой енді бұл. Үйге оралған соң Веном Клетустың барлық суреттерін көшіре бастайды. Суреттерде Эдди түсінбейтін бірнеше нәрсе бар. Конечно, түсінбейді, ол тупой долбан ғой. Бірақ Веном Эддиге мұқият болуды айтады. Интернеттен бірнеше нәрсені іздегеннен кейін, достар суреттердің бірі жетіспейтін мәйіттердің көмілген жері екенін түсінеді. Полиция көптеген мәйіттерді тауып, Эддиден жауап ала бастайды. Өйткені Эдди Клетуспен сөйлесетін жалғыз адам болатын. Короче, детектив көті ашып жынданады, себебі тергеуді полиция емес, журналист жүргізіп жатыр. Сонымен қатар, полиция Клетусқа өлім жазасын растайды. Сондықтан Эдди мен Веном қатты ашулы. Түнде Веном Эддиге қылмыскерлерді ұстау үшін далаға шығу керек екенін айтады. Сонда симбиот қылмыскерлерді жей алады. Сонымен қатар Веном еркін болғысы келетінін және тағы басқа нәрселерді айтады. Веномның қарны ашады, бірақ тауықтарды жегісі келмейді. Өйткені тауықтар бір кездері Веномның достарына айналған. Бұл қарым-қатынас ұзаққа созылмайды. Сосын екеуі тамақ іздеуге барады. Бірақ Чечен ханымда шоколад қалмады. Веном адам миын жегісі келсе де, Эдди симбиотты тауық жеуге апарады. Бір кезде достар ұрыны көріп, Веном ұрыны жеуге ұмтылады. Бірақ Эдди бұған рұқсат бермей, ұрыны қоқысқа лақтырады. Осыдан кейін Эддидің бұрынғы сүйіктісі Энн қоңырау шалады. Веном Эннді сағынғандықтан тұтқаны Эдди көтереді. Энн бірінші фильмде болған оқиғалардан кейін өзіне аздап уақыт керек болғанын айтады. Короче, соңында Энн келесі түні сөйлесу үшін кездесуге бола ма деп рұқсат сұрайды. Эдди келіседі, ал Веном қуанып кетеді. Келесі түні Эдди мейрамханаға барады. Бірақ әңгіме сәл ыңғайсыз болады. Мейрамханада Эдди мен Энн ешкімді қызықтырмайтын нәрселер туралы сөйлеседі. Бір сәтте Энн Эддимен кездесіп сөйлескісі келгенін айтады. Өйткені Энн жаңа жігіті Дэнге тұрмысқа шыққалы жатыр екен. Ебай. Эдди Энн үшін қуаныш екенін айтқанымен, Веном бұрынғыдан да қатты қайғырады. Я, мен жақсымын, мен жақсы емеспін. Осыдан кейін қыз Эддиді оғаш көреді. Және Веном
әлі де Эддидің ішінде ме деп сұрайды. Бірақ Эдди жоқ деп Веномның бірінші фильмнің соңында қайтыс болғанын айтады. Короче, қыз ізін сезіп қалады ғой, Веном әлі ішінде екеніне, өлмегеніне. Сондықтан Энн Веномға Эддиге қамқорлық жасауды тапсырады. Осыдан кейін Эдди мен Веном өте көңілсіз күйде кетеді. Содан кейін екеуі қайғыратты мотоциклмен таяды ғой. Веном Эддиге алаңдамауды және бұл жағдайдан шығуға көмектесетінін, сәл демалуын сұрайды. Веном өзінің қолынан ең жақсы келетін ісін жасайды. Симбиот Эддиге тамақ пісіреді. Бір кезде Эдди поштаны алып, Клетустан хат оқиды. Хаттың ішінде Клетус Эддиді өзінің өлім жазасына және жердегі соңғы сәттеріне куә болуға шақыратынын айтады. Сонымен қатар Клетус өз түбіне жетуге Эдди кінәлі екенін және туған кезіндегідей жүрегін тоқтатады. Бірақ сол кезде сәби Клетусты тірілтпегенде маньяк ешқашан өз әжесін, анасын және итін өлтірмес еді деп жазады. Сәйкесінше, осының бәрі болмағанда, әкесі Клетусты ешқашан ұрып-соғып түзеу мектебіне жібермес еді. Ал мектепте маньяк өз сүйіктісін кездестірген болатын. Сондықтан келесі күні Эдди мен Веном түрмеге Клетусқа барады. Эдди сұхбатты жазып алады, ал Клетус журналистке біз жасайтын істердің салдары туралы айтады. Сонымен қатар маньяк екеуінің бірдей екенін және екеуі де отбасы екенін айтады. Клетус өлерінің алдында Эддиден бірдеңе қалайтынын сұрайды. Ал жауыз Эддиге өзі сияқты өмірінің соңына дейін жалғыз өтуді тілейді. Ал Эдди оған жауап береді: сен өміріңнің соңына дейін шіріп, талбойып болып өліп кет дейді ғой. Сол жерде Клетус Веномды ашуландыратын нәрселерді айта бастайды. Ақырында симбиотты шабуыл жасауға мәжбүрлейді және Клетус Эддиді тістеп алады. Сол кезде маньяк Эддидің ішінде қан емес, басқа нәрсе бар екенін түсінеді. Содан кейін Эдди мен Веном ұрсып қалады. Веном Эддиге жеткен барлық жетістігі симбиоттың арқасында екенін айтады. Екеуі төбелесіп қалады. Веном Эддидің барлық заттарын лақтырып, Эддиді үйден қуып шыққысы келеді. Соңында Веном кетіп, көшеге жүрген басқа адамның денесіне кіреді. Ақырында Эдди босап шығады. Бірақ кішкене уақыттан соң журналист шу ести бастайды және Веномның бүкіл мотоциклді сындырып тастағанын көреді. Ақырында Веном көлік мініп бара жатқан әйелдің денесіне ауысады. Келесі күні Клетустың өлім жазасы орындалады. Маньяк соңғы сөзін айтады және ақырында Клетусқа өлім дозасы енгізіледі. Бірақ оғаш нәрсе бола бастайды. Карнаж пайда болып, бірінші полиция қызметкерін өлтіреді. Содан кейін Карнаж мэрді іздеуге барып, жай жұмыс істеп жүрген көптеген адамдарды өлтіреді. Осы моменттен кейін Клетус ішінде Карнаж екеуі сибал болады. Келесі күні Эдди Веномсыз өмірінен рахаттана бастайды. Эдди пәтерін жөндеп, тауықтарды босатады. Ал сол уақытта Веном қалада тыныш қыдырып жүреді. Түнде Эдди телевизордан маньяк Клетустың қашып кеткенін көреді. Содан кейін детектив пайда болып, Эддиден күдіктене бастайды. Далбойып па не зат? Бірақ Эдди ештеңе білмейтінін айтады. Соңында детектив журналистке ештеңе демей кетіп қалады. Содан кейін Эдди Клетусты соңғы рет көрген кездегі жазбаны тыңдай бастайды. Бірақ ештеңе түсінбейді. Түсінбейді, конечно, далбойып қыз себебі. Ал сол кезде Веном өзіне сәйкес келетін дене іздеуді жалғастырады. Жолда Веном бір жігітке кіреді және ол қайтыс болады. Содан кейін Веном сәті түсіп костюмдер кешінде болған басқа адамның денесіне ауысады. Осылайша Веном байқалмайды және бәріне костюм қатты ұнайды. Ал сол кезде Клетус пен Карнаж тағы бір адамды өлтіреді. Содан кейін Клетус көлік ұрлап, өз симбиотымен сөйлесе бастайды. Карнаж Веномды өлтіргісі келетіндіктен және Клетус деген өзінің сүйіктісін тапқысы келеді. Сол себепті екеуі бірге жұмыс істеуге ұйғарады. Жол бойында Клетус пен Карнаж еш себепсіз фургонды көпірден лақтырып жібереді. Сол уақытта Эдди тергеуді жалғастырады және басындағы түзеу мектебіне барады. Онда Эдди детективке қоңырау шалады. Өйткені ағаштан Клетус пен Фрэнсистің бас әріптерін тапты. Эдди детективтен F.B. бас әріптері бар әйелді білесің бе деп сұрайды. Детектив Фрэнсистің атын айтады. Бірақ сонымен бірге Фрэнсисті көп жыл бұрын өзі өлтіргенін жеткізеді. Кейінірек Клетус тағы бір жігітті өлтіреді. Маньяк интернетке кіріп, сол жерден Фрэнсистің тірі екенін біледі. Ал сол кезде Фрэнсис әлі де өз камерасында қамауда жатады. Дәрігер Фрэнсиске жігітінің қашып кеткенін, бірақ Клетус қызды бұл жерден ешқашан таба алмайтынын айтады. Сол жерде Клетус Фрэнсисті Карнажбен таныстырады. Үшеуі бірге камераны қиратып қашып кетеді. Айтпақшы, қашу кезінде қылмыскерлер 6 күзетшіні өлтіреді. Содан кейін көлікпен қашып кетеді. Бір сәтте Карнаж полиция қызметкері
қызметкерлеріне шабуыл жасай бастайды. Бірақ Фрэнсис өзінің суперкүшін қолданған кезде тікұшақтың ішінде болған 4 полицей анық өледі. Мәселе мынада, Карнаж дыбысқа сезімтал. Сол себепті Фрэнсиске мұны жасамауды бұйырады. Сондықтан келесі тікұшақты Карнаж өзі құлатады. Осыдан кейін Веном қытайлық әйелден шоколад сұрап өлейін деп жатқан күйде келеді. Осының бәрінен кейін детектив Эддиден неге журналистің айналасында үнемі оғаш нәрселер болатынын сұрайды. Ауруханадағы қалған науқастар құбыжықты көргендерін айтады. Сондықтан Эдди сол кезде Клетус журналистің қолын тістеп алғанын түсініп, бәрін ұға бастайды. Эдди Эннге қоңырау шалып, маньяктың да ішінде бөтен планеталық бар екенін айтады. Енді бәрі Веномды табуы керек. Осыдан кейін Энн Веномды іздеуге кетеді. Қытай базарында Энн Веномның Чен ханымның ішінде екенін түсінеді. Сондықтан Энн симбиотты көндіреді. Энн мен Веном екеуі бірге Эддиді іздеуге барады. Сол уақытта Клетус түзеу мектебін өртеп жібереді. Енді жауыздар Фрэнсистің көзін шығарған детективті, сондай-ақ Веном мен Эддиді іздеуге барады. Осыдан кейін Энн Веноммен бірге кіріп, Эддиді полиция бөлімшесінен алып шығады. Жолда Веном мен Эдди татуласады. Екеуі қайтадан дос. Детективтер Карнажбен кездеседі. Ал Карнаж детективті Фрэнсиске апару үшін ұрлап әкетеді. Содан кейін Фрэнсис Эддидің пәтеріне кіріп, неке сақинасы бар Эннің суретін көреді. Сондықтан енді зұлымдар Эннді де іздеуге барады. Біраз уақыттан кейін Фрэнсис Энн мен Дэнді табады. Фрэнсис Дэнді әлсіретіп, Клетустың Эддидің басын Фрэнсистікіне айырбастағысы келетінін айтады. Сондықтан Фрэнсис Эннді де ұрлап әкетеді. Осыдан кейін Дэн Эддиге қоңырау шалып, маньяктардың Эннді ұрлап кеткенін және үйлену тойына бара жатқанын айтады. Егер сендер қандай үйлену тойы дейтін болсаңдар, мен Клетус пен Фрэнсистің арасындағы тойды айтып тұрмын. Өйткені қылмыскерлер діни қызметкерді ұрлап кеткен, енді үйленгілері келеді. Осыдан кейін бір кезде Эдди Веноммен бірге пайда болады. Веном төбелесті бастайтындай көрінеді. Бірақ симбиот кішкене қорқып тұр, өйткені Карнаж тым күшті. Ақырында Эдди Веномды көндіреді. Осыдан кейін бәріміз күткен нәрсе басталады. Карнаж бен Веном екеуі пиздес сөйлесіп бастайды. Бір кезде Фрэнсис детективті өлтірмекші болады. Бірақ Карнаж қыздың сөзін бөліп, айқайлауды тоқтатуды бұйырады. Айтпақшы, Карнаж еш себепсіз діни қызметкерді жеу мүмкіндігін жіберіп алмайды. Сол кезде детектив қашып кетеді. Фрэнсис детективті іздеуге барады, ал біздің барлық басты кейіпкерлеріміз күресуді жалғастырады. Шайқас ортасында біз Клетустың Эддиді жек көретінін білеміз. Өйткені Эдди журналист ретінде маньяктың зұлымдығының себебін ешқашан түсіндірмеген. Бәрібір бұл аса маңызды емес. Ең бастысы құбыжықтар мен адамдар арасындағы соңғы жекпе-жек. Ал енді Карнажды өлтіргеннен кейін Клетустың ақыры келеді. Клетус өлерінің алдында бар қалағаны Эдди мен достығы екенін айтады. Мынау пиздес қытыпты. Осыдан кейін Энн Дэнмен кетіп қалады, ал полиция оқиға орнына келеді. Полиция не істеуге келгенін білмеймін, өйткені жауыздардың бәрі өлі. Ал барлығы емес, өйткені детектив құбыжықтардан тірі қалған сияқты. Соңында Эдди мен Веном әлі де қашқындағы достар. Эдди мен Веном сұрағандай жағажайға демалуға барады. Екеуі жағажайда бақытты, бірақ күте тұрыңыз. Әрине, бұл бәрі емес, өйткені титрден кейінгі сахнада біз Эддидің теледидар көріп отырғанын көреміз. Ол жерде Веном әркімнің жасырын өткені бар екенін айтады. Веномның 80 миллиард жарық жылындай білімі немесе соған ұқсас нәрсесі бар. Бастысы сол жерде Веном Эддиге симбиоттардың басынан өткерген нәрселерінің дәмін татқызады. Бірақ дәл сол сәтте бір оғаш нәрсе болып, Эдди мен Веном басқа жерге телепорт жасайды. Веном ештеңе істемегенін айтады. Бұл доктор Стрэндждің істегеніне байланысты болса керек. Енді екеуі өрмекші адамның ғаламшарында. Короче, бұл соңы, бұл жолуда Веном 2 фильмі болды. Каналға тіркеліп, лайкты басып кетуді, жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпа. И комментарияға қандай киноны істегенімді қалайсың, соның бәрін жазып кету үшін. Тіркел, лайк бас. Давай, пока.